Сәлеметсіздер ме? Менің атым Рахимов Ертай, және бүгінгі видео сабақта біз күресті үйренуді жалғастырамыз. Және бүгінгі сабақтың тақырыбы тізім. Тізім ол айнымалы сияқты, бірақ бірнеше ақпаратты сақтауға арналған. Мысал ретінде дүкенге барған кезде біз тізімді жазамыз. Яғни бізге не керек екендігін біз қағазға тізіп жазып шығамыз. Бүгінгі сабақта сондай мысал ретінде осы дүкенге баратын тізімді жасап көреміз. Тізім ол айнымалы сияқты деректер бөлімінде орналасқан. Біздер тізімді жасау үшін тізім жасау деген батырмаға басып, оған ат береміз. Мысалы, тізімнің атын тауарлар дейік. Яғни біз дүкенге барайын деп жатырмыз, және дүкеннен бізге не керек екендігін тауарлар тізімін қазір жазып шығамыз. Жақсы деп басайық. Енді біздің тізімді толтыру үшін кейіпкеріміз, мысығымыз бізден сұрау керек. Яғни осы тізімнің ішіне мен не қосуым керек деп. Сондықтан біздер шексіз циклды аламыз, басқару бөлімінен. Одан кейін сенсорларға кіреміз. Сенсорлардың ішінен бізде сұрау және күту деген бар. Мына жерде біздер сұрағымызды жазуымыз керек. Қандай тауар сізге керек? Сұрақ белгісін қояйық. Енді осы сұраққа жауабын біз мына тізімге қосуымыз керек. Сондықтан біздер деректерге өтеміз, және мұны үстінен сұрағына екінші блокты қосайық. Бірақ мына сөздің орнына біз қайтадан сенсорларға кіріп, мына сұраққа жауабын мына тізімге енгіземіз. Жасап көрейік. Біздер жалаушыға басамыз. Одан кейін мысығымыз сұрай бастайды. Қандай тауар сізге керек? Мысалы, мен дүкенге барған кезде көбінесе бізге нан керек болады. Одан кейін сүт керек болады. Солай біздер жалғастыра береміз. Мысалы, бізге шай керек, одан кейін кофе керек. Солай шексіз жалғаса береді. Себебі біз мына сұрақты әрқашан деген шексіз циклға қостық. Енді циклды біздің тізімімізді қалай тазартуға болады? Біз қосымша ғарыш батырмасы басылған кезде, ғарыш деген ол пробел деген батырма. Пробелге басқан кезде мына блокты қосайық. Delete one of тауарлар. Яғни тауарлар тізімінен барлығын кетіру. Бірдің орнына егер сіз барлығын таңдасаңыз, сіз пробел батырмасына басқан кезде барлығы кетіп қалады. Одан кейін жалауша қайтан бассаңыз, сіз қайтадан тауарларды енгізе аласыз. Сол сағыз керек. Одан керек, тағы кәмпит керек. Солай жалғастыра береміз. Егер сіз барлығын тазартқыңыз келсе, пробелге басамыз, бәрі кетіп қалады. Осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.